Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар, алталаш. Мен қазақ халқын жақсы көрем. Мен ешқандай бір халықты жаңағы жек көрмеуші едім. Егер Қытай зұлымдығын жасамағанда, Қытай коммунистері зұлымдығын жасамағанда, мен сол осы саяси күреске де кірмеспедім. Жай кәдімгі кәсіпкер қазақ болып, айналамдағы 5-6 қазаққа көмектесіп, бір кезіккен бір мәселелерді шешкенім үшін, өзімді өзім алдап ұлтым үшін еңбек етіп жүрмін деп, соған қанағат тұтып тоқтарым едім. Жылап еңіреп қиналып қалдым дегендерге қаржылық көмек беріп, өзімді үлкен бір қайырымды жан есебінде санап, тағы біреулердің шеше алмай жүрген бір-екі мәселесін шешкенім үшін өзімді бір керемет ұлтқа қызмет істеп жүрген адам сияқты сезініп, сонымды қанағат тұтып, місе тұтып жүре берермін. Міне, осы Қытайда қазақ тақырыбы келді. Мен кейде ойлаймын, мына біздің сұмырай саясаткерлер, Назарбаев, Тоқаевты бастаған сол сұмырайлар, егер мені қыспақ қалмаса, қамамаса, соттамаса, бүкіл мал мүлкімді тартып, банк есеп шоттарын мұздатып, машинама, көлігіме дейін арестке қойып, өзімді террорист деп, Әділет министрлігінің ақпарат базасында террорист деп тұрып жазып тастамағанда, мүмкін мен сол Назарбаевтың билігіне де қарсы тұрмас едім. Мүмкін. Себебі мен тубаста оппозиция болған жоқпын. Тубаста мен билікке қарсы тұрған жоқпын. Мен тіпті сол халықты ойбай мына Назарбаев билігіне жаңағы хат жазыңдар дедім. Шындық. Бірақ өз айналдырып кел, өзі ашындырып кел, осы жолға салды ғой. Өзге мен әрбірден кейін менің кінәм де жоқ, әрбірден сөздің сөз. Сол сияқты ешкім тума күрескер болмайды. Бәрін сол билеп отырып, мәжбүрлеп отырып алып келеді еркінен тыс. Енді оның бәрін айта берсек қызық. 2018 жылы ақпанның 13-ші күні Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Қытайда тұтқындалған қазақтар туралы Қытайға дипломатиялық нота жолдады деп жариялады. Сол дипломатиялық нота жолдады дегеннен кейін, міне бұл біздің еңбегіміз, міне сіздер деген туыстарыңызды іздедіңіздер, міне өз туысыңызды ғана емес, өз отбасыңызды, күйеуіңізді, әйеліңізді, бала шағаңызды ғана емес, тұтас қазақты құтқардыңыз. Міне сол күрестің арқасы, Қытай құдай емес. Міне аттаныңдар қалың елім қазағым, ақиқатты айтыңдар. Міне халықараның арқасы, біріккен ұлттар ұйымының арқасы, міне халықаралық адамдық құқық ұйымдарының арқасы, соның нәтижесінде міне жеңіске жетіп келеміз деп лекцияны жіберем ғой. Сөзсем осы атышулы атақты бір сұмырай әлеуметтік желіде салыпты. Мына сұмырайды қарашы. Мына жерде мемлекетті айтпапты. Қазақ мемлекеті болмаса бұларды елермеді. Ақ, көк, қалқара бір тиын, Америка 2 тиын, Еуропа 3 тиын. Бұл біздің мемлекеттің арқасы. Ал мына сұмырай мемлекетке қарсы, бұны бүгін ұстайды, ертең ұстайды, осы арғы күні ұстайды. Бұның айналасындағылардың бәрін қамайды, опшым қырады, жояды. Мына дипломатиялық нотаны халқара құтқарды деп жатыр деп әлі сөйлеп. Бүйтіп ойлап қалдым. Онсыз да Қытайдың қорқақ қазағы мемлекет десе бітті. Олар қорқады. Қытайдың қазағы қорқақ болады. Билік деген құдай көрі. Себебі Қытайдан сондай мау заманынан қалғандар, әсіресе жас үлкендер тіпті шошиды. Мемлекетке қарсы тұру деген сөз оларға құдайға қарсы тұру деген сияқты болып елестеп кетеді. Мынаның сөзінің жаны бар деп. Мен сондай кейде сұмырайлардың да жаңағы сыни пікірін ала қоям да. Алдым да айттым, қалың елім қазағы, міне көрдің бе, қазақ мемлекет қазаққа міне сұраушы болды. Сенің артыңда Қазақстан тұр міне. Енді неден қорқасың? Қытайда қамалған туысым туралы арыз берсем, мынау өкіметтің жаңа қыспағына қалам ба деп қорықпа. Міне өкімет өзі сол Қытайдағы қазақтар туралы міне әңгіме айта бастады. Міне енді өкіметке сенбесің бе? Қазақ өкіметі міне Қытайдағы қазақты босат деп айтып жатыр. Ойбай да ойбай, енді не қып отырсың? Қорқып отырсың көлеңкеңнен. Қытайда енің қамалды ма, ағаң қамалды ма, нағашың қамалды ма, құдаң қамалды ма, туысың қамалды, кім қамалды, құдаңның құдасы қамалды ма? Ойбай да ойбай, енді ашық айт, арыз бер, міне өкімет кірісті деп айтам. Содан ертесі бүкіл жаңағы өкімет десе құдай деп білетін Қытайдың қазағы жатып деп арызды қаптапты ғой. Тіпті алыс айдаладағы бір рулас тайпалас үшінде арыз берді. Лекциямды таратқаннан кейін Қытайшыл сұмырай бытып, шығатып, тіпті тілі күрмеліп,
жаңағы тістеніп ызғарланып, әй мынау ит екен, мен кеше ғана өстіп сөйлеп едім, мынау ит екен, мынау соны қабылдай қойып, енді мына халықты өзіне тарта қойғанын қарашы. Әй мынау өкімет, ол Қытайға қарсы сөйлемейді, Қытаймен дос ол деп, енді қайтадан ана халықты өкімет арқылы қорқытуға кіріскен. Біз сол кезде халықтан арыз жинау үшін қазақ өкіметі міне қолдап отыр сендерді, арыз берулеріңді қолдап отыр деп біз соқтық міне. Сол бұның бәрі күрестегі тактика. Қалай болмасын, қазақтар берген сол арыздардың нәтижесінде бүкіл дүние Қытайда қылмыстың не екенін білді. Сол бүкіл дүние сол Қытайда жасалып жатқан қылмысты білгендіктен барып, бүкіл дүние Қытайға санкция салды. Еуропа мен Америка Қытайдың езуін тіліп тұрып санкция салды. Сол Еуропа мен Америка салған санкциядан кейін барып Қытай ол жердегі қазаққа оң көзімен қарауға мәжбүр болды. Енді кейде ойлаймын сол кезде, бізді қамамаса, соттамаса, мал мүлкімізге тиіспесе, сол ісімізді қанағат тұтып, болды деп қоя салар еді. Бірақ тағдыр солай, өкімет өзі топас надан, Назарбаевтың әулеті, қанішерлер, қазақ халқын біз қалай істесек те өз қолымызда, білгенімізді істейміз деп. Бірақ Назарбаевтың қанішер әулеттерінің, топас әулеттерінің не істесе де жаңағы көніп отыра беретін қазақ жоқ екенін дәлелдедік. Ең соңында қайта айналып кеп осы күрес жолына түстік. Ал жақсы қалың елім қазағым, мен біраз әңгіме айтып тастадық, айыпқа бұйырмаңыздар. Күрес жол осындай күрделі болады. Сіздердің де осы ұлтты құтқару жолындағы күреске қатысуларыңызды мен өте бір зәрулікпен сұраймын. Себебі ол мен үшін керек емес, өзіңіз үшін керек, ұрпақ үшін керек. Назарбаев Тоқаевтың әулетінің соңғы күндері қалды, санаулы күндері қалды. Солар сүйенген құдайлары мына Қытай мен орыс міне тасталқан болудың алдында тұр, міне орыс пен Қытай қалай тасталқан болады, қазақ солай азат болады. Ал орыс пен Қытай тасталқан болатын сәтке дайын тұрайық. Мына өз билігімізді өзіміз қолға алайық. Анау қалың ұрығары, қарақшы, сұмырай, депутат, министр, облыс әкімі, аудан әкімі, полиция, кейінгі прокуратура, сол сұмырайлардың бірін қоймай тығатын абақтысына тығып, ал абақтыда нақақ қамалған қазақтарды алып шығып, шынайы, анық, нағыз, таза демократияны орнатайық. Сол кезде ауылдың әкімінен тартып, ең кішкенесі, аудан, облыс, республикалық бүкіл сұмырайлар, бүкіл ұрығары қарақшылар бірін қалдырмай, тай түйегін қалдырмай, қалың елім қазағым көшеде қуып жүріп, қолын қол, бұтын бұт болатын сол бір заманды ертерек келсе екен деп тілейді. Және осы күреске баршамыз дайын болайық. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, міне Нью-Йорктан, Манхаттаннан баршадарыңызға сәлем. Естіп, көріп, біліп отырсаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, арнамызға жазылыңыздар. Біздің Атажұрт партиясына мүше болып кіріңіздер. Атажұрт партиясы халықаралық бет-бедел жинаған партия. Біз Қытай геноцидіне қарсы тұратын күресіміз арқылы әлемде халықаралық бет-бедел жинады. Қазақстанда біздей бет-бедел жинаған бірде-бір саяси ұйым болған емес. Енді осы саяси халықаралық бет-беделіміздің арқасында біз Қазақстанда су жаңа қалыпта қайтадан сомдап шыққымыз келеді. Яғни Қазақстанды азат қылғымыз келеді. Барлық қорлық көрушілер, барлық жағдай жоқтар, барлық қарапшылықта, қиыншылықта, кредитте, жоқшылықта, әділетсіздікте өмір сүріп отырғандар, барлық Назарбаев Тоқаевтық жүйеден қуғын көргендер, қуғын көрмесе де мына сұм дүниенің сұмдығына, зұлымдығына наразы болып отырған барлық қазақ біздің Атажұрт партиясына тіркеліңіздер, бізге мүше болыңыздар, қолдаңыздар. Біз Америка мен Еуропаға сүйене отырып, Қазақстанда шын мәніндегі нағыз демократиялы елге айналдырамыз. Біз барлық зұлымдарды, Назарбаев 30 жыл дайындаған барлық ұры қарақшының біреуін қоймай түрмеге тығамыз, абақтыға тығамыз. Біз нағыз азаттықты қазақ халқына алып келеміз. Қазақ халқын шын мәніндегі 2 ғасырдан астам уақыттан бері аңсаған шынайы азаттыққа жеткізетін бізбіз.
бізбен бірге болыңыз, ақиқатпен бірге болыңыз, аққа жақ болыңыз, қараға қарсы болыңыз. Ұрпағыңыздың алдында, үрім бұтағыңыздың алдында жүзіңіз жарық, еңсеңіз биік, мәртебеңіз үстем болады. Себебі ақиқатпен бірге болушыларды Алла тағаланың өзі қолдайды, қорғайды. Аман сау болыңыздар, қалың елім қазағым. Жақсы, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бөлісіп таратуды ұмытпаңыздар.